тыңдағыларың келе ме балалар? Жарайсыңдар балалар. Сендер қалай ойлайсыңдар? Ертегілер елінде қалай болады? Сендер қалай елестетесіңдер ертегілер елінде? Ертегілер елінде ғажайыптар толы болады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ертегілер елінде ғажайыптарға толы болады, иә? Балалар, ендеше құлағымызды түріп, тыңдап көрейікші. Мүмкін бір дыбыс естіліп қалатын шығар. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен ертегілер еліндегі әжемін. Сендер мені көрмейсіңдер. Мен сендерді үнемі көріп, бақылап жүрмін. Сендер ертегі тыңдағанды жақсы көреді екенсіңдер. Олай болса, мен сендерді ертегілер елінде күтемін. Көрдіңдер ме балалар? Әжеміз бізді бақылап тұрады екен. Біздер көрмесек те, ғажайып еліндегі әжеміз бізді бақылап көріп тұрады екен, иә балалар? Ендеше осы бөлмеге әжеміз сиқырлы кітапты тығып кетіпті. Сиқырлы кітапты іздеп көреміз бе? Әрине. Аха, жарайсыңдар. Ендеше маған көмектесе салыңдар балалар. Қане сиқырлы кітапты іздеп көрейік. Міне балалар, мен сендер іздеп жүрген кітапты таптым, мінекей. Ашып көреміз бе балалар? Қанекей, ашып көрейік. Балалар, бұл ашылмайды екен. Сиқырлы кітапты ашу үшін не істейміз? Ойланыңдаршы, қанекей. Мүмкін біз өзіміздің жылулығымызды беріп кітапқа үрлейміз. Міне керемет, кітабымыз ашылды балалар. Енді кітапты ашып көреміз бе? Әрине. Ішінде қандай тапсырмалар бар екен? Әжеміз бізге нені тапсырды? Көрейікші балалар, жарай ма? Балалар, бізге әжеміз айтыпты. Сендерге үйде кім ертегі айтып береді? Маған әжем айтып береді. Маған мамам. Маған әкем. Маған мамам. Маған әжем. Дұрыс, керемет бала. Ал қандай ертегіні білесіңдер? Мен мықтағы ертегісін білемін. Мен үш аю. Мен қызыл тербек білемін. Мен күші қыз. Мен ақ бидай. Жарайсыңдар балалар. Сендер ақылды екенсіңдер. Өте көптеген ертегі біледі екенсіңдер балалар. Ал ендеше балалар, сиқырлы кітабымыздың екінші бетін ашып көрейікші балалар. Мына ертегі қандай ертегі деп ойлайсыңдар? Мақтағыз ертегісінде кейіпкерлердің барлығы шатасып кетіпті. Орнына қоя аласыңдар ма рет-ретімен? Қоя аламыз, иә балалардың? Керемет. Балалар, ертегідегі кейіпкерлерді атап отырыңдаршы қанекей. Қыз, мысық, сиыр, ағаш, дүкенші, әтеш, мысық, тышқан. Ал айта қойыңдаршы балалар, мысық не істеді столдың үстінде тұрған? Сүтті төкті. Дұрыс айтасыңдар балалар, сендер өте керемет екенсіңдер. Аха, орнына қоя қойыңдар. Ал балалар енді екінші бетін ашып көрейік. Екінші бетінде қандай бізге ертегі бар екен? Шұбаралы тауық ертегісі екен балалар. Білесіңдер ме, кейіпкерлер таныс па сендерге? Енді кейіпкерлердің ретімен орнына қояйық, және кейіпкерлерін атап берейік. Жарай ма балалар? Ал кімдер бар? Атасы, әжесі, тауық, тышқан, мысық, жұмыртқа. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жарайсыңдар. Ал келесі бетін ашайық енді, ема? Жарай ма балалар? Бұл қандай ертегі? Таныс па сендерге? Бауырсақ ертегісі. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бауырсақ ертегісі. Бауырсақ ертегісінде орманда бауырсақ не істейді? Домалап келе жатады, е? Алдынан қандай аңдар шығады? Қоян, қасқыр, аю, түлкі. Ал ең соңында бауырсақты жей ма, жемей ма? Түлкі жейді. Түлкі жейді. Дұрыс айтасыңдар балалар, сендер өте ақылды екенсіңдер. Ал
Енді келесі бетін ашып көрейік, иә? Ой, керемет, балалар бізге сиқырлы әлемнен, ғажайыптар елінен, осы сиқырлы кітаптың ішінде бізге қазақтың мақтанышы атты ертегіні айтып берші депті. Ал мен сендерге осы ертегіні оқып берсем, сендер тыңдайсыңдар ма? Әрине. Жарайсыңдар балалар. Ендеше мен кітапты жауып, ал сендер болса ертегіні тыңдамас бұрын маскаларымызды басымызға киіп алайық балалар. Жарайсыңдар балалар. Ал мұқият болыңдар, жарай ма балалар? Ертеде атасы мен немересі болыпты. Атасы мен немересі алқапқа бидай егіпті. Бидай тұқымын себіліп, оны баптағаннан кейін үлкен болып өсіпті бидай. Осы кезде уақыт сағаты жеткен кезде атасы мен немересі бидайды оруға алқапқа барыпты, еңбек етіпті олар. Сондай күндердің бірінде атасы немересін шақырып, немерем келе ғой, сен қарның ашқан болар, екеуміз түстіктеніп алайық деп, екеуі дем алуға бара жатқан кезде немересінің қалтасынан асығы жерге түсіп кетіпті балалар. Фу, қымыз асық баусақ тұрында. Не болып қалды асық? Бұған немесе ойлауға еттім. Ойда шүйтім болсақ ба, құрпақ қымыз не сөйлеймін? Сендердің ойындарың қанбады-ау, одан да әлемде не жанақ болып жатқанын білейін. Ал мұнда газет рүкін әкелмен оқын. Айбарсақ қолтар газеті майқыласын. Енші мен оқын Қазақстан Республикасы тіл туралы заң қабылданды. Міне керемет, келшікке бәрі қазақша сөйлейді. Қазақ. Мұштеп тұрмай келебер өзім оқиын. Мұнда Абайда туралы жазылыпты. Қазақстан үкімет бірер сай дайындап жатыр екен. Тілі деген не өлсе, естен құлағың терең болсын. Бренд дегеніміз өз атын әлемге таныту. Мысалы, мені бренд болуға лайықтымын. Өйткені мен ескірмейтін азықпын. Ата-бабаларым ежелден қолданып келеді. Мені бренд болуға лайықтымын. Өйткені құлсымға адамдарын сыйлаған енді қажетім ба? Жоқ, мен бренд болуға лайықтым. Өйткені мен қазақтың ел төрінде тұрған қара домбырамын ғой. Мен бренд болғанмын, өйткені қазақтың ұлттық ойынын асықпын ғой. Мені қайтесіңдер, мен қазақтың дастарханынан түспеген жүзден келе жатқан бауырсақпын. Тоқтаңдар. Таптым, анау жақтан қаптағы ескі тракторден сұраймыз. Мақұл, солай-ақ болсын. Assalamualaikum atadeb amandasып батасын алған. Содан бері бір ғасыр өтті. Сол бәйтерегенде жай қалып тұр. Сендер соған барыңдар. Көпті көрген қария солақ болар. Sağ olun traktör. Uyuda yokta kalan da. Sağ olun Zergirata. Rahmet karakterim. Қазақтың игі жақсылары жиналып қалып. Алай тұрсын да бұларын сендерге
айтар дейсіңдер. Негізі көп жасағаннан емес көпті көргеннен сұра деген бар ғой. Сонау көктегі қалықтап жүрген қыран досымнан сұрайық. Ей, қыран, естимісің? Мен сендерді естіп те көріп тұрмын бәйтерек. Ол үшін астанаға барып, жаңа заманның бәйтерегінен сұрау керек. Бұл сұрақтың жауабын берсе, сол ғана бере алады. Ендеше бірді біздің сонда жеткенсің. Міне керемет жер бетімізді домалақ кен. Аймақтана ұшағында ұшып келеміз. Мүмкін жақындап қалдық па? Ұзап келеміз. Анау тұрған Ақорда. Бүркіт, сен де бренд болуға лайықсың. Жоқ, мен Қазақстанның туында бейнеленгенмін. Маған сол құрмет те жетеді. Ал мынау біз іздеп келе жатқан бәйтерек. Қазір қонамыз. Ассалаумағалейкум, бәйтерек ата. Алейкумассалам, өңшең қазақтың мықтылары жиналыпсыңдар ғой. Біз сізден төреlik сұрап келдік. Сіз қайсыңыз бренд болуға лайықтымыз? Дұрыс болған екен. Бүгінде әлем таныған Қазақстанның елордасы Астанаға қош келдіңдер. Ал енді қазақ брендіне кім лайық дегенге келсек, менің айтарым, барлығың да лайықтысыңдар. Ата-бабаларымыздың өмірін, бүгінгі ұрпаққа жалғап отырған қасиеттеріне мен басым биіп, құрметпен қараймын. Сол үшін еліміздің мәртебесін көтеруге барлығымыз бірдей атсалысайық. Менің төрелігім осы болсын. Абақай, міне керемет, қара қылды қаша дегеніміз емес пе? Құлағында түренді, біз боламыз қазақтың мақтанышы бренді. Әрқайсымыз бір төре, қасиетті халқымыз. Бізден бірге біргенде әлем қолы салтымыз. Басқа түрлі жарнама, қазағыммен мақтанам. Ата-бабам мұрасы, қасиетімен сақтанам. Қазақстан үйіміз, қара жолға биіміз, шапыраққа шалқысын, домбырадай күйіміз. Өсересін өркендеп, ертеңінде жеріміз, салт-дәстүрмен дәріптеп, ән салайын келіңіз. Қазақстан үйіміз, қара жорға биіміз, шапыраққа шалқысын, домбырадай күйіміз. Өсересін өркендеп, ертеңінде жеріміз, салт-дәстүрмен дәріптеп, ән салайын келіңіз. Ал келе қойыңдар балалар. Балалар, сендерге бүгінгі көрініс ұнады ма? Әрине, Ал осы көріністің аты қалай аталады? қазақтың мақтанышы. Жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыңдар. Қазақтың мақтаныштары атты ертегіміз, иә, бізден. Балалар, сендерге осы ертең несімен ұнады? Қандай кейіпкерлер? Маған бүркіт ұнады, маған томбыла ұнады, Тағы да балалар бәйтерек ұнады. бәйтерек ұнады, иә? Маған қымыз ұнады, маған заманауи бәйтерек ұнады. Жарайсыңдар балалар. Өте керемет, сендер ақылды екенсіңдер балалар. Сендерге біздің әжеміздің қалдырып кеткен сыйлығы бар. Мен сол сыйлықты топқа барғасын сендерге табыс етемін. Жарай ма балалар? Ал енді орнымыздан тұрайық. Және
Sağ olыңыз айтамыз, ya. Sağ olыңыздар, қонақтар.